Баршаңызға сәлем достар, сіздермен қайтып келген Жадыра. Бүгінгі видеода жасанды интеллект арқылы қалай сабақ жоспарын құруға болатынын көрсетемін. Егер де қызық болса, онда видеоның соңына дейін көріңіздер. Бізге керекті платформаның аты Magic School деп аталады. Мен кіру деген батырма арқылы Google аккаунтыма кіремін. Мен осыған дейін тіркеліп алғанмын. Ал сіздер тіркелмесеңіздер, тегін тіркелу дегенді басып, Google аккаунттарыңыз арқылы тіркеліп аласыздар. Бұл жасанды интеллект арқылы тек қана сабақ құрастыру емес, одан да бөлек көптеген мүмкіндіктер пайдалануға болады. Мысал ретінде айтсам, тест құрастыруға болады, және де сіз жазған текст арқылы әдемі суретті де дайындауға болады. Мінекей, енді жоғары қарай өтсек, PD жоспарлаушы деген бар. Бұл жаңадан шыққан бөлім, негізі осыған дейін болмаған. Осының үстінен басамыз. Аудиторияны сипаттаңыз деген жерге мен информатика 5 класс деп жазамын. Сіздер де солай сыныбыңызда пәніңіз жазасыз. ПД ұзындығы дейді, мен мұнда 30 минут деп жаза салам. Яғни 30 минуттың ішінде не жасауға болады, соны жазып береді. Мұнда ПД тақырыбы деген жерге мен орысша жазамын. Қазақша жазғанымда шықпады. Орысша немесе ағылшынша жазып, кейіннен переводчикке салып аударып алғандарыңыз дұрыс. Мінекей мен мұнда тақырып дегенге екі түрлі сұрақ қойдым. Астына қосымша таңдау дегенге де қосымша мәліметтер жазсаңыздар болады, және одан кейін жасау дегенді басамыз, немесе generate деп тұрады. Шамамен 1-2 минуттың ішінде шығарып береді. Негізі интернеттің жылдамдығына да байланысты. Мінекей бізге дайындап берді. Дәл қазір ағылшынша шығып тұр. Мышканың оң жағын басып перевести на русский, на казахский деп тұрады. Менде мысалы қазақ тілі деп тұр. Сіздер орыс тілі десе орысшаға аударып алыңыздар, қазақшаға аудармай тұр. Қазір мұнда казахский деген жанында 3 нүктені басамыз. Выбрать другой язык дегенді таңдаймыз. Осы жерден қай тілге аударғыңыз келіп тұр, сол тілге аударып алсаңыздар болады. Негізі осы жерде орыс тілге аударып, кейін переводчикке қазақ тілінен салсаңыздар дұрыс. Өйткені ағылшыны бірден қазақ тіліне аудара алмайды. Мінекей орыс тіліне аударады. Мінекей мына жерде алғашқы 5 минутта не істеу керек, бірінші таныстыру керек, одан кейін мысалы компьютердің основной компоненттерін айт дейді, интернеттің жұмыс жасау концепциясын түсіндір дейді, основной. Одан кейін основной вывод шығар дейді, одан кейін тапсырма бер дейді. Одан кейінгі 10 минутта не жасау керек? Мысалы компьютердің құрылғыларын, ішкі құрылғы, сыртқы құрылғы деген сияқты, Мінекей, яғни толықтай 30 минутта не жасау керек, соның барлығын осы жерге шығарып береді. Яғни басыңызды қатырмайсыз, не істесем екен деп. Жасанды интеллекттің қазір мүмкіндіктері өте көп. Өзіңіздің жұмысыңызды жеңілдету үшін міндетті түрде пайдалануға кеңес беремін. Егер де сіздерге осы жасаған жұмысым ұнаған болса, онда міндетті түрде видеоға лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер, және де өз әріптестеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Каналыма тіркеліп кетуге кеңес беремін, себебі жасанды интеллект туралы видеолар өте көп. Сілтемесін осы описание бөліміне қалдырамын. Әрі мені жоғалтып алмау үшін, және де жаңадан шығып жатқан видеоларды бірінші көру үшін қоңырау шанында басып отырыңыздар. Келесі кездескенше.